Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мына біз осы жағдайларды қарастырайық. Осы ситуациялар арқылы сіздерге ережені түсіндіріп жіберейін. Мына жерде мысалы қарасаңыздар, бізде мына такси тұрған жер басты жол екенін біліп тұрға. Міне қараңыз, бірінші трамвай жүреді. Ол басты жолда тұр. Сосын такси, сосын мына трамвай. Құрметті оқырмандар, реттеушінің осы положениесінде сіз қалай жүруге сізге рұқсат. Бірінші мына көлік жүреді, одан кейін барып сұры көлік, сосын барып қызыл, сосын көк. Құрметті оқырмандар, мына ситуацияда бізде көк автокөлік басты жолда тұр, және жүк көлігі басты жолда тұр. Жүк көлігі бірінші жүреді, көк автокөлік екінші, одан кейін. Енді қараңыз, мына жерде майы қызметкерінің дыбыстық және жарық сигналдары қосулы тұр. Сол себепті ол бірінші жүру керек, басымдылыққа ие болады сол себепті. Одан кейін, міне қараңыздар, міне бірінші полиция жүреді, одан кейін барып мына жеңіл автокөлік жүреді. Себебі қараңыз, мына жерде біз байқамай қалыппыз. Міне қараңыз, басты жолдың схемасын қараңыз. Осы басты жол және мынау басты жол. Түсіндіңіз ба? Осындай ситуациялардан қателеспеңіздер. Бізде мына жерде неден қате кетті? Трамвай тең дәрежелі жолда, міне оң жақтан кедергіге ол жол берген жоқ. Оң жақтан кедергі, міне оң жақтан кедергі жүреді бірінші, сосын барып трамвай, сосын барып такси. Құрметті оқырман, міне басты жолдың маршрутын көрсетіп тұр сіздерге. Басты жол, яғни оң жақтан кедергі болатыны, ол қызыл көлік, мына жүк көлікке оң жақтан кедергі болады. Сол себепті ол бірінші жүреді. Одан кейін мына сары түсті көлік екінші дәрежелі жолда, және сұр түсті көлік екінші дәрежелі жолда. Қайсы бірінші жүреді? Әрине бірінші қоңыр жүреді. Оң жақтан кедергі болғандықтан. Енді қараңыз, осы ситуацияда мына жерде жүк көлігіне оңға бұрылуға рұқсат. Одан кейін мына сары көлікке жүруге рұқсат. Енді қараңыз, мына қоңыр көлікке оңға бұрылуға рұқсат. Сосын мына көлікке тура жүруге рұқсат. Көрдіңіздер ме, қандай керемет, жол ережесі өз реттілікті барлығын анықтайды. Мына жерде оң жақтан кедергі дегесін бірінші жүк көлігі жүреді. Екеуі де басты жолда тұр, бірінші трамвай жүреді. Тең дәрежеде всегда трамвай жүреді. Қараңыз, құрметті оқырман, бұл тең дәрежелі қиылыс. Бұл жерде кім бірінші жүреді? Міне, көк көлік оңға бұрылған кезде, солға бұрылған кезде, оған мына көлік оң жақтан кедергі болғандықтан бірінші сол жүреді. Құрметті оқырмандар, мына жерде светофор жасыл жанды. Енді кім жүреді? Әрине бірінші тең дәрежеде трамвай жүреді. Одан кейін барып қызыл автокөлік, себебі ол бағытын өзгертіп жатқан жоқ. Сол себепті регулировщиктің положениесін мен қайта-қайта айтып жатырмын. Міне, мына ситуацияда сіздерге қай бағытта жүруге рұқсат? Міне, қызыл автокөлікке жүруге тыйым салынады. Одан кейін көк автокөлікке жүруге тыйым салынады. Міне, жүк көлігі бұрылады оңға. Одан кейін барып сары түсті көлік. Сосын барып міне көк түсті көлік. Сосын барып қызыл түсті. Мына ситуацияда қараңыз, мына жол басты жол, және мына жол басты жол. Енді бірінші болып трамвай жүреді. Одан кейін мына екеуінен қайсысы оң жақтан, қайсысына кедергі? Міне, мына көлік оң жақтан кедергі мына көлікке. Сол себепті бірінші осы көлік жүреді. Сосын мына көлік. Сосын трамвай.